Еліміздегі жұмыссыз жастардың саны 77 мыңнан асты. Жұмыссыздық мәселесін шешу үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінің отырысында үкіметке жастар іс тәжірибесімен алғашқы жұмыс орны жобаларына қатысудың мерзімін ұзартуды, әсіресе әлеуметтік жағынан осал топтағы жастардың іскерлік бастамаларын қолдауды тапсырды. Демографиялық өсім жоғары. Түркістан облысында жастарды жұмыспен қамтуға не кедергі? Айнұр Ақпаева зерделеп көрді. Еламан Қалман жоғарғы оқу орнын осыдан 3 жыл бұрын филология мамандығы бойынша бітірген. Алайда өз кәсібі бойынша жұмысқа орналаса алмапты. Мектептердің табалдырығын тоздырған ол, қай жерге барсам да жұмыс өтілімді сұрайды деп налиды. Яғни мен жоғарғы білімім бола тұра, мысалы ресторанда, басқа жерде құрылысшы болып немесе даяшы болып жұмыс істей алмаймын ғой. Жоғарғы білімім болғандықтан мен жоғарғы профессионалда жұмыс жасауым керек. Оңтүстік өңірде үлкен кісілер былай тұрсын, жастардың өзіне, жоғарғы білімі бар жастардың өзіне мамандығы бойынша жұмыс табу өте қиын. Түркістандағы жастар ресурстық орталығына Еламан секілді жұмыс іздеп жүрген қыз-жігіттер күнделікті көмек сұрап келеді. Орталықтағылар оларды түрлі мекемелерге бағыттап, кеңес берумен ғана шектеледі. Жастардың проблемасымен жіті таныс мамандар мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар қарастырылып, ауыл жастарына грантсыз әрі төмен пайызбен несие берілсе дейді. Әрі жастар практикасын 1 жылға созса, жұмыссыздық азаяды деген үмітте. Жастар мысалы 6 ай істеп, 6 айдан кейін барып жұмыстан шығып кетіп жатады. Ал егер 1 жылға созса, 1 жыл сол жерде дағдыланып жұмысын үйренеді. Одан соға қалып кетуге мүмкіндік алады. Бизнестің жол картасы 20-25 деген бағдарлама. Ол енді бүкіл Қазақстанда жүріп жатқан проекттер ғой. Сол нәрселердің ортасында жастарды көптеп тарту керек. Оның барлығына 40% жастар қалу керек. Ал әлеуметтанушылар болса, оңтүстіктегі жұмыссыздықтың бірнеше себебін алға тартады. Біріншіден, халықтың басым бөлігі мерзімдік ауыл шаруашылығы жұмыстарымен айналысады. Екіншіден, өңірде елді тұрақты жұмыспен қамтитын ірі өндіріс орындары жоқ. Үшіншіден, жастардың дені техникалық саланы емес, гуманитарлық бағытты таңдайды. Сұраныс болмаған соң, дипломды қалтаға салып, жұмыссыздар қатарын көбейтеді. Түркістан облысында ірі кәсіпорындар өте аз болып тұр. Осы ірі кәсіпорындарды негізі мемлекет өз қолдауына алып, тікелей қаржылап, осы көптеп егер ашатын болса, бұл жұмыссыздықты тікелей жаңағы жоюдың бірден бір себебі болып есептелінеді. Сондықтан мемлекет енді осы саланы қолға алып, осы жас буын өкілдерін әсіресе кәсіппен айналысқандарға қаржылай көмек беретін болса, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Түркістан облысында бүгінде 2 миллионнан аса тұрғын бар. Жергілікті халықтың 5% жұмыссыздар ретінде тіркелген. Президент тапсырмасынан кейін аймақтағы күрделі мәселені шешу үшін 26 мың адам еңбекпен қамтылатын болады. Ол үшін алдағы 3 жылда 169 инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Айнұр Ақпаева, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.